Туризмді дамытуда Қазақстан өзге елдерден көш соңында. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев бұл сегментте Өзбекстан, Грузия және Әзербайжан бізді басып озған мәлімдеді. Нақтырақ айтқанда, бұл мемлекеттердегі инфрақұрылым әлдеқайда жоғары деңгейде. Осы тұста бұл мәселеге баса назар аударған жөн. Сондай-ақ Тимур Құлыбаев электронды визаны алудың алгоритмін және бұл жүйені қолданысқа енгізудің нақты уақытын белгілеуді тапсырды. Қазіргі таңда шағын және орта бизнестегі кіріс көлемі бір қалыпты. Сондықтан әкімдіктер туризмнің тынысын кеңейту үшін кез келген іске дайын деп атап өтті Тимур Асқарұлы. Туризм экономиканы ілгерілетудегі қарапайым тәсіл. Туризм саласы әлеуметтік экономикалық сегменттегі бірқатар проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. Мәселен, инфрақұрылымды жақсартуға, өңірлерді дамытуға және осы аймақтардағы тұрғындардың жұмыспен қамтылуына мүмкіндік береді. Бұл саламен шағын және орта бизнесті барынша байланыстыру керек.